Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 6 сәуір. Қазақ тілі пәні бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Мына суреттерге қара. Бөлімнің тақырыбы қоршаған ортаны танып білемін. Бізді қоршаған ортаны күтіп аялау өз қолымызда. Өздеріңіз көріп отырғандай, балалардың әрбір іс-әрекетіне назар аударыңыз. Яғни, бұл бөлімде етістік деген тақырыпқа тоқталамыз. Бұл бөлім бізге етістікті ажыратуды, дара және күрделі етістіктерді анықтауды және ізденуді, нұсқаулық жазуды, оқиға бойынша мәтін құрастыруды үйренеміз. Бірінші тапсырма бойынша суреттерден көктемнің қандай белгілерін байқадың? Балалар не істеді? Балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерді ата. Бұл сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Қай сөз табына жатады? Өзіңе ұнаған суретпен сөйлем құрап жаз. Қимылды білдіретін сөздің асынсыз. Етістік туралы толық мәліметке назар аударыңыздар. Етістік заттың қимылын, амалын, жай-күйін білдіретін сөздер етістік деп аталатындығы. Құрметті оқушы, алдыңдағы оқулықта сен біліп шығуға арналған көптеген жұмыстар бар. Сенің оны орындай алатын білімің жеткілікті. Тек мұқият болуды ұмытпа. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін, амалын, жай-күйін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, көп ойласаң дана боласың, көп ойнасаң бала боласың. Кітапханада кездескен екі баланың әңгімесін мұқият тыңдаңыз. Әңгіме не жайлы екеніне көңіл аударыңыз. Ассалаумағалейкум, Санат. Уағалейкумассалам. Қал қалай? Санат, сен етістік тақырыбын түсіндің бе? Иә, түсіндім. Бұл тақырып өте қиын емес қой. Кел, екеуміз мысалдар арқылы дәлелдеп түсінейік. Сен маған көмектесіп жібер. Жарайды, кел. Мысалы, екі жігіт ауылдан шығып, көл жағасына барды. Онда балық аулады, күнге қыздырынды. Сен айтқан осы мысалдарыңды шығып, барды, аулады, қыздырынды дегендер етістіктер болады. Иә, олар заттың қимылын, жай-күйін білдіріп тұр ғой. Иә. Қайтып, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Сонда қайтты, не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, етістік болады екен ғой. Екінші тапсырма бойынша өлеңді оқы, сөйлемдердің қатесін түзетіп жаз. Қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап береді? Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтінге ат қой. Мәтіннен етістіктерді тап. Мәтінді етістіктерсіз оқып көр. Не түсініксіз болды? Сөйлеуде етістік не үшін қажет екен? Төртінші тапсырма. Мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістікті қойып оқы. Көктемде болатын құбылыстардың реттілігін көрсетіп тұрған етістіктерді ата. Мәтінге қандай сұрақтар қоюға болады? Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Ендеше балалар, үйге тапсырма 5-ші тапсырманы беремін. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Жұмбақта берілген етістіктер қай құс туралы айтып тұр?